Қайырлы күн достар, біз бүгін медовый торт жасаймыз. Өте жұмсақ, өте дәмді, ауызда еритін торт жасайтын боламын. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ең алдымен бізге 90 грамм майымыздың үстіне 200 грамм қантымызды салып, баяу отқа газға қойып, араластыра отырып, жақсылап ерітеміз. Және үстіне 100 грамм, яғни 2 ас қасық медімізді салып, барлығын баяу отта араластыра отырып, әдемілеп ерітіп аламыз. Еріп болғаннан кейін, барлығы толық ерігеннен кейін кішкене суытып алып, үстіне 1 ас қасық уксусқа араласқан 1 ас қасық ас содасын салып, әдемілеп көпіртіп, оның үстіне 4 жұмыртқаны жарып, барлығын әдемілеп араластырамыз. Және електен өткізілген 450 грамм ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, әдемі етіп тесто дайындаймыз. Дайын болған тестамызды пергамент қағазына 5-6 бөлікке бөліп құйып, 180 градуста 5-6 минутта пісіріп, осылай әдемі корждар дайындап аламыз. Енді арасына креміне 300 грамм сливки мен 150 грамм сгущенканы араластырып, крем дайындап аламыз. Дайын болған корж бен кремдерді корждардың арасына дайын болған кремімізді жағып, әдемі етіп, осылай тортты жинап шығамыз. Торт осы рецептпен жасасаңыздар, торт өте жұмсақ, өте дәмді, ауызда еритін торт болады. Осы рецепті видеоның соңына дейін көріп, осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Торт өте дәмді шықты. Видеоның соңына дейін көріп, видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер.